Ассалаумағалейкум. Шалдыраға жалын сәлем. Негізі мен егер қалада тұрмағанда міндетті түрде мен шабандоз болушы едім. Себебі біздің әулетте, біздің отбасыда өнерге кішкене және де жылқыға қатты қызығатын мен болып шықтым дейінші. Мақтанған емес, білмеймін, мен ауылға барсам кәдімгі жылқының сондай. Yani өзіміз шабандоздардың әулетіміз ғой жалпы. Алғиларда бізде Ерғали дейтін кәдімгідей әйгілі шабандоз бар. Кәдімгі шауып барады, серкен іліп кететін. Оны көп адам біледі негізі. Рахмет үлкен. Сәлем. Мұса бір болаяқтан неге кетіп қалдың, сен үшін көретін едім дейді. Жай ағайын. Бір жағынан былай ойладым. Уже аз емес уақыт отырмын. Мүмкін елдің алдында отношения құру менікі емес шығар. Содан кейін реті түспей жатқан шығар. Егерде сол менікі болатын болса, Алла тағалам сәтін салып былай болдырып жіберуші еді. Сондықтан сырттан іздегенім дұрыс болар ма деп шығып кеттім. Тіл көзін сақтасын сіздерде. Жетсай, ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай? Арыспала нене бармай қойдың неге дейді. Арыспала өзі араласқысы келген жоқ. Енді болмайтын себеп болды. Оның ұрысып қалған адаммен мен араласпауым керек екен жалпы. Үйленуге дайынбыз ағайын, білмеймін, сәт түспей жатыр. Сырттан қарастырып жатырмыз, Алла бұйырса, бұйырған болар иншалла. Әңгіме қатысушылықта емес, достар. Сырттан да іздеуге болады, сырттан да дайрекке жазсаңыздар болады. Таныстарыңыз, қыздарыңыз болса, сыртта танысып, сыртта құрған дұрыс сияқты. Себебі елдің алдында отношения құру өте қиын. Сырттан әңгімелер, халықтың ой пікірі кәдімгідей әсер етеді. Таңдаған тазға жолығады дейді. Ондай сөз бар. Алла сақтасын бар. Хайырлысын нәсіп етсін сіздерге де, баршамызға. Конечно, уже. Ары отыр оқысаңызшы дейді. Қай жақта отыр кән? Қоңыраттың ішінде алғи дегенбіз. Әмин қабыл болсын сіздерге де. Апалары отыр дейді. Отыра берсін. Клип болмады. Клипті негізі түсіріп едік. Бір-екі кадрлар өшіп кетті. Жаңағы бір клипмейкердің кішкене қателік болып. Жазым келген жоқ, жазым кетіп баратыр уж. Түркше ән айтыңыз дейді. Түркше көп ән білмеймін негізімен. Бірақ түркше әндерді жақсы көремін. Dalmışım sulara, yine yüzemiyorum. Temenni edecek elim bile ya. Avare olmuşum, öyle dolamıyorum. Temenni edecek elim bile ya. Хорошо приводится, қосылсын. Келе басақ ағайын. Ұйқы келді, ұйықтамасақ болмайды осы. Арыспала кіріп шығыңыз дейді. Түркше түсінем, бірақ сөйлей алмаймын. Лифт ішінде қыз кім дейді. Машинада отырмын үйдің алдында. Рахмет. Иншалла, әмин, жақсы қыз келсін баршамызға. Кейде жалғыздықтан да шаршайсың. Еркек мықты болу керек, дұрыс, мықтымыз ғой. Жаңағыдай сырласатын, ақылдасатын,
еркегің жалғыз жүрсе тозасың ғой, шыны керек. Киім үтіктеуің бар, үй жайың бар, жаңағыда кухня, тем более кухняға жоқ адам менше. Сырттан тамақ ішеміз. Береке де болмайды екен ғой жалпы. Сондықтан құрметті аналар, құрметті қыздар, біз жалпы еркектер басымызда иеміз. Әлемді тербеткен жалпы адамнан адам шығарып сіздерді сондай. Абдуғаппар Сманов ұстазымыз айтқандай. Сіздерді әзиз қылып жаратып қойғанда, әзиз деген сіздерді сондай қадірлі қылып жаратып қойғанда. Еркек деген ол не, ол еркек деген біз. Еркекпен салғаспаңыздар, бірақ әйел деген ол. Еркекті өшіретін әйел ғой негізі. Әйелің мықты болса, атыңа қарадақ келмейді. Пәленшенің келіншегі осындай екен, керемет екен, тфай деп сенің атыңды айтады да. Соған келіншегі деген сияқты. Сонда жар насіп етсін. Бойдақтар үйленіңіздер, араларыңыздан бойдақ жандар болса. Бекіткен көріп дейді. 28-ге келдік қой. Ильяс Әйгерімді жағалап жүркінде дейді. Ыңғайына қарап көреді тағайын. Егер маңдайына жазған болса, таңдайына дейін деп тұрмын ғой. Ауылдың қызын ал дейді. Енді ауылдың қызын қайтып табамыз ағайын. Ауылға барып біраз тұру керек шығар, көру керек шығар. Баяғы біз жас кездегі ана мұрын ағып жүретін кішкентай қыздар өсіп қалған кез. Бір күн бүйтіп жазады маған, 2004-2003 жыл қыздар ғой деймін. Былтыр еще. Аға қалайсыз, танысып көрсек қалай болады? Сен 2003 кішкентайсың ғой десем. Ойбай, не дейді? Ауылда 3-4 қыз қалды қазір. 2003-2004 хит болып жатыр қазір дейді ғой. Сондықтан қазір 2003-2004 хит болады екен. Үйленіп тұрмысқа шығып олар жаңағыдай бала сүйіп, нәресте сүйіп. 5 сәуір күні білмеймін не болады эфирде. Ботаны әлі жақсы көресің, түріне көрініп тұр дейді. Ботасы кім? Бір андай тон пішіп бірдеңелерді не қыласыздар сіздер? Жанайым деген жақсы қыз дейді. Ол кім еді? Ленжолдан сәлем Бақыт әпшенің ауылынан. Ой, ассаламағалейкум. Ленжол, жалын сәлем. 92-лер далада қалдық қой дейді. Қалдық қой деп жүрсек жүре береді екенбіз ағайын негізі. Кейде бір кішкентай симпатия болса, көз жұмып үйлене салу керек екен. Осыны түсіндім. Мыңыншы эфир. Сосын көп жүре берген дұрыс емес. Көп нәрсені аңдамай басып аласың. Ал басылған нәрсені уже болды ол. Мысалы, боқ басып кетесің ғой, Алла сақтасын. Болды, ол дақ қап кетеді. Қыздарды да ертірақ. Кішкене жаңағыда сұрап, бет келіп атса, жіберіңіздер. Сәуле апай дұрыс айтасыз дейді. Не айтып отыр, Раушан үйленсең бақытты боласың дейді. Дикон танимыз ғой, сырттай танимыз ғой. Мұса 35-ке келгенде үйленеді дейді. Бәрін білетін аксілер. Қарағанда ассаламағалейкум, қаларыңыз қалай? Инабаты жақсы еркекке бой сұнатын ананы сыйлайтын қыз ал дейді. Әмин, сондай қыз нәсіп етсінші сіздерге де, бізге де. Махаббат күні 15 сәуір дейді. Рамазан құтты болсын, ауырмаңыз. Әмин. Аружан неге аңдап отырсың? Тәртіпсіз. Шық бермен деп қойды. Дико жақсы қыз, Аружан жақсы қыз. Мен сіздерге айтайын достар. Алла тағалам осы күнге дейін берген, таныстырған, алдынан шыққан қыздардың барлығы жақсы. Адамдардың, достардың барлығы жақсы. Проблема өзімде.
рас. Мен мінезім өте нашар, өте шатақ. Өзімнің мінезімді өзім түсінбегім кейде. Кейде бір нәрсе қалап тұрам. Ол нәрсе дұрыс емес болса да, сол нәрсені істеуім керек болады ғой жалпы. Істеймін сол нәрсені ше. Сондай қырсықтың қырсығым. Атырау, ассалаумағалейкум, Ақтөбе. Жәйремдегі қыздар жақсы қыздар, я өте. Не деген шырам дейді. Қайсы мынау ма? Қай жердегі? Мынау ма? Бұл операция бұл. Әйгерім керемет болса, Данияр тоқтатпаушы еді дейді. Мүмкін. Дикоға еско сырға салып алмай кетті дейді. Енді бірдеңесі болған шығар. Әр адам өзінің жұбы бар ғой, әр адамның. Қандай болсаң, сондай адам табылады. Дұрыс қой. Дұрыс айтасың, ақылыңа бағынылмайсың, бірақ ақылдысың дейді. Ой, біз деген барлығын өзімді айтайыншы. Біреуді сынағанда, ақыл айтқанда керемет біз алдымызға жан салмаймын ғой өзімше. Үйту керек еді, бүйту керек еді. Ал өзіме келгенде жаңа қалауым істеп тұрам да, қалаған нәрсем. Дұрысын істемеймін, ақылмен емес, жүректің қалауына кетіп қаламыз да. Дұрыс, сондаймыз. Содан кейін де өз тәртіпсіз болған жоқпыз ба? Ұйқым ашылып кеткенше сіздермен сөйлесіп отырмын. Бұйырған кетпес, жүгірген жетпес дейді. Дұрыс. Сарыағашқа тойға қаншамен шығасыңдар дейді. Жеке ма, дуэт па, дайрекке немесе неге жазсаңыз болады. Июньге уже тойлар түсіп жатыр. Шымкентке, Сарыағашқа, Өскемен, Оралға. Жоқ, этажға бармаймын. Дико эфирінде айтыласы дейді. Сөйтіп. Не болады аяқта? Мысалы, торымыз қырсықсын дейді. Білем. Тура сондай ма? Арыспаланмен татуасыңыз дейді. Арыспалан жақсы көремін өзім. Жалпы оған ешқандай ренішім ештеңем жоқ. Өзі араласқысы келмейді, жарайды енді. Жалына бұйт, не алдың қажет жоқ. Әр адам өзінің таңдауы бар, өзінің отбасы бар деген сияқты ғой.